Екінші Д сынып оқушылары денсаулық еліне баруды армандапты. Бір күні олар таза ауа жұтып, спортпен шұғылданып, дұрыс тамақтанып жүрген балалар ғана баратын денсаулық пойызына мінеді. Жолда пойыз тоқтап, алдарынан ақ сақалды жұмбақ шал шығады. Денсаулық еліне жету үшін менің жұмбақтарымды шешулерің керек. Үстінде өмір бар бәріне ортақ, адамды, жануарды, өсімдікті асырайтын тұрақ. Дұрыс айтасыңдар балалар, дұрыс жауабы жер. Жарайсыңдар балалар. Келесі жұмбағымды шешуге дайынсыңдар ма? Балалар таңмен көзін ашады, әлемге нұр шашады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс жауабы күн. Келесі жұмбағымды тыңдаңдар. Көзге көрінбейді, жұтсаң білінбейді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс жауабы ауа. Жарайсыңдар балалар. Сендер барлық жұмбақтың жауаптарын дұрыс таптыңдар. Жер, күн, ауаның адам денсаулығына қандай әсері бар? Айтыңдаршы балалар. Жарайсыңдар, сендер білімді балалар екенсіңдер. Денсаулық еліне қош келдіңдер. Алақай, жүріңдер балалар.